Балмен барлық ауруды емдеуге болады. Бүгінгі шығарылымда балдың емдік қасиеттерімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Анам күнде таңертең шайға бір шай қасық бал қосуды ішуді ұсынатын. Бал ағзаны витамин жетіспеушілігі мен иммунитеттің әлсіреуінен құтқарады екен. Балдың құрамында адам ағзасына қажетті 70-тен астам зат бар. Бал адамның есте сақтау қабілетін арттырады, жоғары қан қысымын түсіреді және күш-қуатты толықтырады. Ол әсіресе іш құрылысына, жүрек ауруына пайдалы. Балдан жасалған сусынның асқазан ауруын емдеуде де әсері зор. Аллергия мазалап мұрыннан су аға бастаса, балмен ингаляция жасауға болатынын білесіз бе? Бал ингаляциясы дегеніміз демалу арқылы балды ағзаға енгізу. Сонда бал мұрынның кілегей қабығы мен кеңірдекке ғана әсер етіп қоймайды, өкпені көмкерген улы түтін қалдығында тазартады екен. Ал өкпе тазарған соң тыныс алу жақсарып, тыныс алу жолдары тазарады. Ал дәл салқын күндер бар. Мұндайда таңертең бір стақан сүтке бір ас қасық бал қосып ішу керек. Ал кешке 100 грамм балға бір лимонның сөлін қосып ішіңіз. Ол ұйқыны жақсартып, денені сергітеді, суықты қуады. Балмен өкпе ауруларында емдеуге болады. Мысалы, бал қосылған орман жаңғағы үздік-создық жөтелден сауықтырып қақырық түсіреді. Осы арқылы бал ағзаның туберкулез инфекциясына қарсы күресіне көмектеседі. Жоғарыда балдың жүрек жұмысына жақсы әсер ететін жаздық. Негізі жүректің жақсы жұмыс істеуі үшін оған тұрақты түрде глюкоза қажет. Ал балда ағзаға жеңіл сіңетін глюкоза бар. Неміс ғалымдар 2 ай бойы тәулігіне 50-140 грамм бал жеу жүрегі қатты ауыратын адамдардың көңіл-күйін көтеріп, оның қан құрамын қалпына келтіреді дейді. Сонымен бірге бал гемоглобинді көтеріп, жүрек қан тамырларының айналымын жақсартады. Балмен асқазан жарасын емдеуге болады. Мұндай жағдайда балды тамақ ішуден 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан соң 3 сағаттан кейін жеу керек. Ең дұрысы ертеңгі және түскі тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын, кешкі тамақтан соң 3 сағаттан кейін жеген жөн. Оны қайнаған жылы суға ерітіп ішуде жақсы нәтиже береді. Суға ертілген балды жылыдай ішу асқазан сөлін сұйылтып, оның ішекті тітіркендірмей тез сіңуіне көмектеседі. Ал балдың салқын ерітіндісі қышқылдықты арттырып, асқазандағы асты бөгейді де ішекті тітіркендіреді. Жылдың осы мезгілінде бойды әлсіздік билеп, жүйкенің жұқаратыны бар. Содан ба кейде ашулаң болып кететініміз өтірік емес. Жүйке шаршаса кешке қарай 1 қасық бал және жарты лимон сөлі қосылған 1 стақан ыстық су ішу немесе 2 ас қасық бал жеу керек. Ол жүйкенің ширығуын басып, күш-қуатты толықтырады. Ұйқыдан маза қашқанда 1 стақан бал қосылған судан артық ұйқы келтіретін дәрі жоқ екен. Бал құрамындағы глюкоза бауырдың да жұмысын жақсартады. Глюкоза тін жасушаларын қоректендіреді. Бауырдағы глюкоген қорын арттырады. Тілдік алмасу жұмысы жақсарады. Балды тіпті бүйрек ауырғанда да қолдануға болады. Балдың құрамында ақуыз аз, ал тұз мүлде жоқ. Сондықтан ол бүйрекке зиян емес. Бүйректе қиыршықтас бар болса, болды зәйтүн майы мен лимон сөліне араластырып, 1 ас қасықтан күніне 3 реттен ішкен дұрыс. Бал құрамындағы глюкоза бүйректің қатты қабыну кезінде бұзылған қан мен тін арасындағы тепе-теңдікті реттейді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.